Ресейдің Псков облысының қай қаласын алсаңыз да, Ұлы Отан соғысы аласапыраны өткен тұнып тұрған шежіре деуге болады. Әсіресе тарихи ескерткіштерді сөйлетсеңіз, том-том кітапты оқып тауысқандай әсерде болатыныңызға біздер куә болар едік. Біздер дегеніміз Ұлы Отан соғысындағы батыр қазақстандықтардың ерлік көрсетіп қайсарлықпен қаза болған жері Псков облысындағы Новоржев, Новосокольники, Невель, Великий Луки сынды қалаларда іс-сапарда болған экспедиция мүшелері. Жеңіске 60 жыл толғалы отырған сәтте өзге елде, өзге жерде жерленген батырлар рухына мінәжат етуді мақсат тұтқан біздер Новосокольники қаласына ат басын бұрған едік. Жүз 30 жылдық тарихы бар Новосокольники 1925 жылы қала тағына ие болса, 1927 жылы аудан орталығы болып бекітілген. Псков облысындағы соғыстың кермек дәмін татқан ауданның бірі осы Новосокольники. Күмір айында қатарынан 3 күн жел соқса, немесе 3 күн жаңбыр жауса, мазасы кететін бейбіт заманның адамдары 3,5 жыл бойы оқ жаңбыр шабы ораған, өлім мен өмір арпалыс сайқасқан өңірдегі майдан қиындығын ұғынса, тәубасына түсер еді деп ойлайсың. 1941 жылдың шілдесінен 1944 жылдың қаңтарына дейін неміс басқыншылығында болған елді мекенді батыр қала деуге де болатындай. Фашистермен жанқиярлық шайқаста 170 деревня жойылып кеткен және қайта қалпына келтірілмеген. Аудан көлемінде 60-қа жуық бауырластар зираты бар екенін естігенде жағамызды ұстадық. Қала азат етілгеннен кейін орнында тек төмпешіктер ғана қалғаны сұмдық. Осы бір Ресей жерін қорғауда азаматтық танытып, ерлікпен қаза болған қазақстандық бауырымыз Әлия Молдағұлованың зиратына беттедік. 20 ғасырдың ауыр қасіретінің бірі Ұлы Отан соғысы болса, ол тарих қойнауына тереңдеп бара жатыр. Бірақ бұл соғыстың ізі, зардабы әлі халықтың есінен кеткен жоқ. Осы бір Ресей жерін қорғауда, осы бір Ресейдің керемет әдемі орманын қорғауда біздің даңқты қызымыз, қаһарман қызымыз Әлия Молдағұлова мерт болған жерде тұрмыз. Біз елдің сәлемін, халқымыздың жалынды сөздерін Әлияның басына алып келдік. Және тегін келген жоқ, біз Әлияның басына, өзіміздің даңқты қаһарман қызымыздың басына, өзінің рухына арналып шығарған Әлия деген әнді алып келіп отырмыз. Тема войны, тема Великой Победы для нас, казахстанцев, трепетна. Особенно в годы войны героизм и мужество проявили на полях сражений очень много казахстанцев. Более 500 человек, воинов, были отмечены за правильную мужество и героизм на полях сражений званиями Героя Советского Союза. 100 тысяч человек, солдат, были отмечены медалями и орденами. И сегодня мы, посещая могилу нашей славной Алии, хочется вас поблагодарить, поклониться еще раз за то, что вы ухаживаете за могилой. В 1989 году в составе другой экспедиции, другой делегации, я посещая, хлынули слезы глазам, когда россияне говорили: это не ваша, это наша Лия, это наша Лия. Она училась в Ленинграде, воспитывалась она здесь, и она наша, и мы будем чтить и помнить нашу Лию. Да, сегодня на подвиге нашей Алии Молдағұловой воспитано не одно поколение нашей молодежи. Сегодня с эхом войны на российскую землю пришли слезы. Мы посетили и на Псковщине обелиск славы 6-й роте Псковской дивизии. Мы вместе с россиянами разделяем эту боль, слезы и горе. В составе 84 погибших в Чечне воинов 3 наших, они не земляки, но они казахи, и мы горды за них. Поэтому еще раз примите от нас низкий поклон и будьте уверены, что ничто не забыто и никто не забыт. Низкий вам поклон.
территории Снасинской волости, бывшего сельского совета, ну, знаете, переименовали нас. Значит, находится 4 воинских захоронения. Вот одно из них, вот Монаковское, в деревне Монакова. Всего при освобождении Снасинской волости погибло более 3000 советских воинов на территории. Значит, они похоронены вот в этих 4 воинских захоронениях. Монаковское воинское захоронение, значит, одно из самых крупных. Здесь проходили в январе 1944 года, значит, ожесточенные бои. Освобождала территорию Снасинской волости войска 2-го Прибалтийского фронта. Действовала здесь 22-я армия, в состав которой входила вот, значит, 54-я отдельная стрелковая бригада, в которой служила Матагула Алия. Во время, да, значит, здесь захоронено во время войны, то есть захоронено после войны около 2000 человек на территории вот этого захоронения. Ұлы Отан соғысының тарихында аты алтын әріппен жазылған қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлованың балалық шағы басқа балалардың өмірімен салыстырғанда күрделілеу болған. 3 жасында анасынан айырылған тылымшағы желбіреген қыз нағашы ағасы Әбу Бәкірдің қолында тәрбиеленеді. Мектептегі өмірі де әр жерде, әр мектепте өткен. 1-ші сыныпта Алматы қаласында оқыса, 1935 жылы 4-ші сыныпты Москвада оқыған. 1938 жылы нағашы ағасының отбасымен Ленинград қаласына қоныс аударған. 1940 жылы Әлияны осы қаланың Красногвардейск ауданындағы балалар үйіне орналастырады. Осылай соғыстың алдында дүниеге келген ұрпақтың бірі Әлияның бала кезеңі қиындыққа толы болады. 1941 жылы 30 қыркүйекте неміс басқыншылары Ленин қаласын қоршауда ұстайды. Блокада. Не было воды, не было света. Ну, готовили пищу как только могли, значит, в сложных условиях. Но ребята все принимали участие своим посильным трудом. Водичку носили они из озера Ладоги. И каждый день брали посильные ведерки и оттуда воду приносили. Участвовала, активное участие принимала и Алия Молдағұлова. И был однажды такой случай, когда дети ушли, пришли с водой. Алии не стало. Ну что случилось? А где Алия? Начались поиски. Возвратились по своим детским следам, тропинкам, это же зима. И видят, Алия лежит в снегу, потеряв сознание. Что случилось? Ну, ее привели, значит, в чувство, оказали медицинскую помощь, а затем обследование. Лия, ты сегодня кушала? Кушала. А хлеб ты тоже кушала? Она глазки опустила, сказала, что нет. А вчера хлеб кушала? Нет. А почему? Ты кому его передавала? Она передавала русской девочке Кате, которая полненькая была. Она не могла пережить голод. Она плакала. И Алия из жалости прежде всего к ней, она решила, попробуй я потерплю. Она один день передала свой паёк. Она перенесла голод спокойно. Второй день, второй раз, но тоже как-то перенесла спокойно. А тут вот это недоедание и сказалось на то, что хлеб организм и силы истекали. Вот этот пример и много других, которых можно еще привести, вот они формировались с раннего детства у Алии. Соғыс зардабымен 1942 жылы от жалынға оранған қаладан балалар үйін Ярославль облысына жер аударады. Жас кезінен қиындық көріп қайсар болып өскен Әлия 42 жылы күзде өз еркімен сұранып әскерге алынады. Онда оны атқыштар мектебіне оқуға жібереді. Осылай мерген қыздың майдан жолы басталады. Жас кезінен елгедек жинақы Әлия 1943 жылы Ленинград майданында жаумен айқасын бастайды. Әлия Құралайды көзден атқан мергендігімен ерекшеленеді. Осындай қиын қыстау кездің өзінде мерген қыз туған еліне үзбей хат жазып, елдің амандығын біліп тұрады.
1944 жылға 2 январь. Мүмкін елде жұрт көңілді күн кешіп жүрген болар. Ал біз аязы сықырлаған ашық аспан астында окопта жатырмыз. Үстіміздегі мұзды еріту үшін бір сәтке жер төлеге келгем. Сені жаңа жылмен құттықтаймын. Бақытты өмір мен зор денсаулық тілеймін. Тарихта орын алған Новосокольники операциясының мақсаты ауданның солтүстік-батыс бөлігіндегі жаудың қорғаныс шебін бұзу. Осындағы Насыба станциясы үшін жан түршігерлік шайқас болады. Осы шайқаста Әлия қаһармандық танытып, жауынгерлерді бастай біледі. Әлия соңғы қатын өлерінен 2 күн бұрын 44 жылдың 13 январында жазды. Ефимовтың қатыны. Жаудың 3 шабуылын тойтару барысында Әлия 28 фашисті құртты. Қарсы шабуыл кезінде 3 рет отан ішінде бұрандап, өзі бастап, жауынгерлерді шабуылға көтерді. Темір жол торабымен елді мекен үшін болған шайқаста да Әлия алда жүріп, ұйытқы бола білді. Батальонның тегеуріне шыдай алмай, немістер кейін шегінді. Елді мекен азат етілді. Келесі күні батальон жаудың траншеясына басып кірді. Бетпе-бет айқас басталды. Батыр қыздың оғынан 8 Гитлер солдат опат болды. Оған бір неміс офицері жасырынып келіп, пистолеттен дәл көзіне батып, Әлияны өлімші етіп жараған. Әлия Молдағұлова ерлікпен қаза тапты. Неміс жауынгерлері әрбір адым жер үшін шайқасты өте береді. Осында қиян кескі ұрыстың бірі Казачиха деревнясында болады. Міне осы бір жердегі жаумен шайқаста қаһарман қызмет болған. Өмір баспалдағын енді бастаған жас қыз өліммен өмір айқасқан сәттің өзінде туған жері жалынды жас кезінің куәсі Ленинград қаласы. Сүйікті туысқандары елестеп, күш-қуат бергендей көз жұмар кездің өзінде табандылық көрсеткен. Әлияны ресейліктер сол үшін де мақтан етеді. Bu yerде тұрғаныма 16 жыл болды. Бір келгеннен бастап советтік уақытында Әлия Молдағұлова апамыздың атынан маған абырой болып, елдің бәрі жақтап, адамдардың бәрі сүленіп, қазақтың баласы екенсің. Осы жерде қазақтар көп болған. Әлия Молдағұлованың осы жерде қайтыс болған жері, осы Новосокольник районынан 30 километр деревня Казачиха, сол жерде сол апамыздың памятнигі бар. Соған барып тұрам, бала шағамда барып тұрам. Ана ветерандар жинаған кезде мені шақырады, представитель Қазақстан деп. Мен сол жерде Қазақстанды қылып, Құран оқимын өзімше білгенім орағында, ысымылда деп. Адамдардың бәрі, оқушылар, мектептегі мұғалімдардың бәрі сыйлайды. Атағы, абыройы апамыздың өте үлкен, ел өте ырза, орыс халқы оны жақсы көреді. Осы Новосокольниктің ауданында мектеп бар, Әлияның атында мектеп бар. Үлкен мектеп, Әлия қазақтың қызы деп, орыстардың бәрі әр праздниктерде айтып, телевизияға сынап, газеттерде айтып тұрады. Орыстар орманымен мақтанар осы бір Насыба болысына қарасты Монакова жерінде Әлия Молдағұлова жерленген зиратта 2000-ға жуық жауынгер мәңгілік мекен еткен. Осы туысқандар зиратына қойылған ескерткіш белгінің үстіне көк құтан ұя салғаны жақсылық пен бейбіт өмірді меңзейді. Тағы бір жаңалық, Әлия жерленген зираттан Ақтоғайлық Тасыбай Сәлменов деген бауырымызды таптық. Жат жерде жерленген қандасымыздың рухына арнап Құран бағыштадық. Яраб, Скоп маңайында жатқан ағайындардың рухына арнайы бүгін Әлия Нұрмағамбетқызының рухына осы ұлы отан соғысында осы Скоп маңатында қаза болған барлық аттар аталмаған ағайындардың рухына Құдайдан рахмет. Көк темір асынғаны тау бойына, жүктелді ауыр міндет ер мойнына, от шашып екі көзі жарқылдайды, жұлдыздай сүңгіп шыққан бұлт қойына, тасындай найзағайдың құрыш тұлға, туындай батырлардың шықты қырға, нық басып сапқа тұрды бір жас солдат, ары үшін адамдықтың түсіп сынға, әқ-иық мұз балағы алатаудың, қамалын қалтыратқан қалың жаудың, атыңды Әлия деп әнге қосып, сайрайды бұлбұлды бақша баудың. Жатталар сенің атың ұмытылмас, үлгалар ерлігіңнен кейінгі жас, қаһарлы қалқан болар қасиетің, өқ өтпес қылыш кеспес жау ала алмас.
анаңдай сені аялап піскөп жері, басыңа мәңгі өспес жақты шырақ, жауына жалын атып жатқан жерің, көзге ыстық көрінеді жылы шырап. Ресейліктер қазақстандықтарды қонақжайлықпен қарсы алды. Біздердің келуімізге орай Насыба қалалық мәдениет үйінде ардагерлердің қатысуымен концерт болды. Осы жиында Әлия Молдағұлова мерт болған үйде тұратын әйелдің әңгімесі қызғылықты болды. Победить надо было немцев, взять деревню Казачиха, и вот она и погибла под нашей деревней прямо за моим огородом. Она и похоронена была первый раз там, потом ее прах перенесли в Монаково. А этот блиндаж и до сих пор еще есть. Я всегда, летом, сейчас, конечно, снежно, а летом всегда туда схожу. Алия Молдағұлова, уважаемый у нас человек. Я 41 год работала вот в Насвинской школе, и мы всегда с уважением, с большим уважением относились к ее подвигу, к ней самой. Мы каждый год водили и возили ребят в Монаково убирать это братское кладбище. Мы всегда с почтением относились к ветеранам, освобождавшим наш район, и в том числе Алию Молдағұлову. Я очень уважаю Казахстан. У меня там много родственников в Караганде. Я и сама 2 раза была, летала на самолете в Казахстан. Это очень дружелюбная, хорошая республика или теперь государство. Там живет очень много национальностей. Мои родственники, ближайшие, и сестра, и племянники пишут, как им там хорошо живется, никто их не обижает. В Караганде очень много национальностей живет, есть работа, но только далековато ездить. Қай кетенге де ері жеріне лайықты болатыны шындық. Қазақтың қайсар қызы Әлия жаумен айқаста өзін ер азаматтармен бірдей ұстаған. Казачиха деревнясы маңындағы шабуылда жауынгерлер Әлияны қыз бала ғой деп, түнгі суықта даладағы көпті ауыр болады деп арнайы жертөле жасап береді. Сол жертөлеге Әлия мен де жауынгермін, не көрсем де сендермен бірге көремін деп бармай қояды. Осындай қайсарлық танытқан Әлияны ресейліктер жыр қып мақтайды. Новосокольники қаласында Удыра өзені жағалауында қазақтың батыр қызы Әлияның ескерткіші тұр. Оның есімін есте қалдыру үшін аудандық өлкетану мұражайында Әлияның ерлігін баяндар бөлім бар. Ондағы құнды материалдар жыл сайын көбейтіліп отырылатыны жақсы екен. Бізде құр қол бармадық. Осы мұражайға Қазақстаннан ала барған Әлия туралы фильмді табыс еттік. Алия Молдағұлова, ее имя хорошо известно в каждом населенном пункте нашего города и района. Алию знают все учащиеся в школах нашего района. И не только, наверное, нашего района. Ее имя известно на нашей всей Псковщине. Алия принимала участие и воевала в составе отдельно 54-й стрелковой бригаде, который руководил конкретно ее ротой Гальперин. Но Алия отличалась чем-то особенным. Во-первых, была такой слишком смелой, решительной, быстрой. Она понимала правильно свое задание. И уж никогда она не стояла где-то за плечом другим, она ворвалась вперед. И вот такой есть пример. Да, бой за Монаково и Федорохново, там, где совершала она тоже свои героические поступки, он уже отошел. Впереди деревня Казачиха. Казачиху нужно было выбить немцев во что бы то ни стало там. И она видит, а что такое представляла земля Насвинская, вся израненная траншеями, окопами, это хорошо, прекрасно представляем. И тут она и использует не только эти сооружения немцев в основном, да, так, но видит, остались несколько домов жилых, и она забирается на чердак одного из дома и оттуда палит из своего оружия. Во что бы то ни стало, немцы падают одним за другим. Да? И так на ее счету на Насвинской земле 36, 40, 50 и так далее, до 70 человек дошла только Алия.
Трудно нам сказать, кто это учитывал, но об этом говорят архивные документы. И когда она увидела с чердака, что рядом с траншеей немцы, наших остается мало, и видит, что один из командиров, казах по национальности, он получил ранение. Он лежит на боку, ему нужно оказать помощь, там помощь оказывает, но не поднять казахов, а нужно опять поднимать в бой. А нужно отметить, что казахи в то время тоже, это же национальность есть, и язык у них был свой, трудно поднимать русским. И Алия Молдагулова соскакивает. И она, разрешите, товарищ командир, я вперед. И она поднимает вперед за Родину, за Сталина. Вот это были ее слова. И казахи один за другим поднялись в бой и выполнили эту задачу, во что бы она ни стала. Біздің батыр қазақстандықтардың даңқты жолдары мен экспедициясының мүшелері қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлова қаһармандықпен мерт болған жерден бір уыс топырақ алды. Батыр қыздың қан тамған киелі жердің топырағын Қазақстанға келіп Әлия Молдағұлованың мұражайына қоюды ойлаған. Олардың мақсаты ел мен елді, жер мен жерді туыстастыру болды. Батыр қазақстандықтардың даңқты жолдарымен, ұранымен Ресей еліне, Псков жеріне келген біздер соғыстың жаңғырығын естігендей болдық. 1941 жылғы шілде айынан бастап 3,5 жылға созылған неміс басқыншыларының озбырлығына төтеп берген Ресей халқының қаһармандығына таң қалдық. Окоптан, бомба жарылысынан ойдым-ойдым болған Ресей жерін көріп толқыдық. Аяғыңды аттап бассаң туысқандар зиратынан көрінбейтін Ресей жерін көріп, осындай озбырлықтың өз елімізде, өз жерімізде болмағанына тәуба дедік. Және осы ортақ қайғыда біздің қаһарман ұлдарымыз бен қыздарымыздың ерлік көрсетіп батыр атанғанына мақтандық. Биыл маусым айында қазақтың батыр қызы Әлия 80 жасқа толмақ. Новосокольники тұрғындары осы мерейтойға жан-жақты дайындық үстінде. Осы мерейтой қарсаңында қазақстандықтар қала әкімшілігіне осы жерді қорғауда жас жанын қиған Әлия Молдағұлованың есімін Новосокольники қаласындағы бір көшеге берілсе деген өтінішін айтқан еді. Әкімшіліктегілер өтініштің өте орынды екенін мойындап құптайтындықтарын білдірді. Батыр қазақстандықтардың даңқты жолдары мен патриоттық экспедициямыз Әлия Молдағұлова мәңгілік мекен еткен Новосокольники қаласында болып, батыр қыздың рухына бас иіп тағзым еткеннен кейін Невель қаласына аттанған еді. Ондағы мақсатымыз шығыстың қос жұлдызының бірі қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметова ерлік көрсеткен ұрыс аймағын көзбен көру. Осылай сапардан сапар жалғасып отырды.